Yazılı kitapçadan Şalkan ертегісін алып келді. Тыңдаймыз ба? Ертеде ата мен әже күтті. Ата шалқанды есітті де, өз шалқаным өз, тәтті боп өсші, өз шалқаным өз, мықты боп өсші деп, шалқанды күніге әдемі сөздер айтады. Бір күні шалқан балалар үлкен боп өсіпті. Шалқанды атамыз ары тартады, бері тартады, еш жуалмайды екен. Содан «Әй!» деп әжені шақырады. Әже келеді да, екеуі шалқанды ары тартады, бері тартады балалар. Шалқан мүлдем жұлынбайды екен. Көрдіңдер ме балалар? Сөйтеді екен да, әже немересін шақырады екен. Немересін шақырып, шалқанды ары да тартады, бері де тартады. Шалқан мүлдем жұлынбайды екен. Сонымен немересі кімді шақырады? Күшігін шақырады. Күшік, немересі, әже, ата төртеу ары тартады, бері тартады. Шалқан мүлдем жұлынбайды екен. Сөйтіп күшік мысығын шақырады екен балалар. Мысығы күшігі немере қыздан, немере әжейден, әже атайдан, атасы шалқанның желегінен ұстап, тартқылап кеп тартқылайды, тартқылап кеп тартқылап, жуа алмайды екен. Мысығы бір вақытта балалар тышқанды шақырады екен. Көрдіңдер ме? Атасы, әжесі, немере қыз, күшігі, мысығы бірге тартады екен. Ары тартады, бері тартады. Шалқан мүлде жылжайды. Бір кезде мысық тышқанды шақырады екен. Барлығы бірге ары тартып, бері тартып, шалқанды жұлып алыпты. Көрдіңдер ме балалар? Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін деген осыдан қалған. Жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Бәріміз бірге жұмыла жұмыс жасап, бір-бірімізге көмек берсек, әр істі не істейді екенбіз? Бірге бітіріп тастайды екенбіз, е балалар? Әженің немересі ертегісі сендерге ұнады ма? Сөйтіп барлығы бірге еңбектеніп, шалқанды не істейді? Жұлып алады. Дұрыс айтасың, жұлып алады. Сендерге ертегім ұнаса, сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.